Сәлем баршаңызға, сіздерге сәбізден жасалған рулетті ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астынан қарай аласыздар. Ең алдымен қызып тұрған табамызға майымызды салып, одан кейін үкіштен өткізілген сәбізімізді салып 15 минутқа қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін тұз, бұрыш және чеснок, жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін қоя тұрып, жұмыртқаның ақ бөлігіне кішкене шым-шым тұз салып жіберіп, осылай ағартып аламыз. Одан кейін манағы сәбізімізді үстіне жәймендеп салып араластырамыз. Жабысып қалмайтындай противеньге пергаментный қағазымызды жайып, осылай тегістеп аламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз 180 градуста 8-10 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін осылай төңкеріп, ішкі жағына творожный сырымызды жағып, менде осындай творожный сыр болды, жеңіл түрі. Осылай әдемі болып шығу үшін мен укроп септім. Укробымызды сеуіп болғаннан кейін рулет қылып ораймыз да, пищевой пленкамен жауып, холодильникте 1 сағат ұстай тұрамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай болып шықты. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.